Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum. Құрметті мұсылман бауырлар, міне Алла тағаланың қалауыменен бір аптаны да артқа қалдырып, сәрсенбінің сәтінде тағы да сіздермен жүздесіп отырмыз. Алла тағалаға мыңда бір шүкір. Енді бүгін сол өзіміздің айтқанымыз бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірбаян оқудың, білудің маңыздылығы жайындағы сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін екінші сабақ. Сіздерге бауырлар айтайын, мынау нұрдың, жарықтың, жақсылықтың қадірін білу үшін ең бірінші жамандықты, зұлымдықты, қараңғылықты білу керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл әлемге жарық, нұр болып келді. Алла тағала Құран кәрімде айтқаны сияқты: "Уама арсалнака илля рахматал лил аламин". Біз сені жер жүзіне әлемдерге рахмет етіп, мейір шапағат етіп жіберді ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Енді осы мейір шапағаттың не екенін, жақсылықтың не екенін, нұрдың не екенін түсіну үшін сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келмей тұрған кезде өмір сүріп жатқан адамдардың, мемлекеттің, елдің жағдайы қандай еді, соны бір көруіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жайындағы кітаптардың барлығын ашып оқысаңыздар, басында содан бастайды. Өйткені ол өте маңызды. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қаншалықты адамзатқа жақсылық алып келгендігін біздер мен сіздерге не істеу үшін, бауырлар? Көрсету үшін. Енді оған біз тарихшы болмағаннан кейін терең кірмейміз. Ал бірақ бауырларымыздың арасынан сол кездегі үлкен алпауыт мемлекеттердің жағдайын, сол кездерде өмір сүрген халықтың, адамдардың жағдайын қандай болғандығын егер білем, үйренем десе, тарих кітаптарында жазылып тұр, ешкімге сыр емес. Ары қарай өздеріңіз біліп аласыздар. Біз тек мына жерде, енді уақыт деген қысқа, өздеріңіз білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жіберілместен бұрын, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар болып келетін кезде дүниені екі алпауыт ел басқарып отыр. Біреуі Рим империясы, екінші жағы парсылар, дүниені екіге бөліп отырған. Жаңа мына бауырымыз Византия деп айтып жатыр. Расында да Рим империясы енді бұрыннан келе жатқан үлкен империя ғой. Бірақ сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның келетін уақытында римдіктер бөлініп кеткен. Біреуі шығыс Рим империясы дейді, ол Византия, қазіргі Стамбул орталығы болған. Екіншісі Рим орталығы болған. Бірақ ол кезде Римнен басқарылып отырған Рим империясы бір-бірімен соғысып жоқ болып кеткен. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытында сол Византия, шығыс Рим империясы қалған. Бірақ соның өзі дүниенің жартысын басқарып отырған. Бұрын Константинополь, содан мұсылмандар алғаннан кейін қазір Стамбул деген. Олар негізінде енді христиан болған ғой барлығы. Бірақ бөлініп, мына Константинополь, Византиядағылар қандай мәзһабта болған? Православный. Ал енді ар жағындағылар католик болған. Соның араларында қаншама үлкен соғыстар болған. Соның себебіменен, жауыздықтарының себебіменен өздері жоқ болып кеткен анау Рим империясының батыс жағындағы мемлекеті. Тек шығыстағы Рим империясы қалған. Содан кейін енді шығыстың барлығын, мына жақтан жартысын Европаны аналар басқарса, мына жақта шығыстың барлығын енді жалпылама айтқанда парсылар басқарып отырған. Осы екі мемлекетті Құдай қаласа жағдайлар қандай болған, бұлардың өмір сүруі, ақлағы, сенімдері, халықтың жағдайы, патшаларының жағдайы, басшыларының жағдайы, соған қолымыздан келгенше бір қысқа шолу жасаймыз. Оның сыртында да мына жерде Қытайларыңыз бар, ескі халықтардан бұрыннан бері келе жатқан Индиялар бар, Европадағы басқа да елдер бар. Қолымыздан келгенше сіздермен қазір осы жерде отырып бір шолып шығамыз, бауырлар. Ал енді Рим империясына келетін болсақ, сол Византия, ол жердің патшасын Қайсар деп айтатын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытында басқарып отырған патшаның аты кім болған? Геракл дейді. Анау білесіздер ғой, бір кино шығарып, Геракл Құдайдың ұлы деген сияқты. Сонымен қарап отырсам, сол өзінің атынан бір неше түрлі оқиғалар, кітаптар жаздыртып, өзін құдайлық дәрежеге көтергісі келген бе деп қалам. Геракл деген бір батыр, барлығын жаңа қырат, жоят бір қылышпен. Көрген шығарсыз сол киноны. Қарап отырсақ, сол патшаның атымен аталған оқиғалар екен соның барлығы. Рим империясы өзінің өте жауыздығыменен тарихта қалған. Өте жауыз болған. Бізде исламда бір адамның иманының қандай екенін, қандай дәрежеде екенін білу үшін оның мейір шапағатына қарау керек, мейірімділігіне қарау керек. Егер бір адамда мейірімділік, жанашырлық көп болатын болса, демек ол адамда иман деген көп деген сөз екен. Егер бір адамда мейірім аз, жанашырлық аз болатын болса, демек ол адамның да иманы жүрегінде аз деген сөз. Ал мына адамдарда Құдай сақтасын, мейірім, шапағат деген нәрсе
мүлдем болмаған деп айтуға да болады. Имансыздықтың салдарынан болып жатыр да. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның немесе пайғамбарымызға дейінгі пайғамбарлардың алып келген шариғатынан ұзақ болғандықтан осындай үлкен күнәға, үлкен мейірімсіздікке не істеп жатты бұлар? Белсесінен батып жатты. Бұлардың уақытында егер мысалы Рим империясының тұрғындарының 3 есесі құл болған. Былайша айтқанда құлдар мемлекеті. Ал енді құл деген адам ол империяда ешқандай адамның қатарына қосылмайтын болды. Олардың мысалға қазір Қазақстанда кім болса да өзінің паспорты бар, жеке куәлігі бар, бұл Қазақстан азаматы, Қазақстан заңымен не істейді? Қорғалады. Ал оларда егер сен құлсың ба, ешқандай заң сені қорғамайды. Адам болса да ол құл болғандықтан мүлк ретінде қолданылатын болған. Керек болатын болса, үлкен жаңағы патшалары, уәзірлері, бай адамдары, мемлекет адамдары, сенаторлар дейді, халқымен бірге сол құлдарды үлкен ареналарға шығарып, бір-бірімен өлгенге шейін төбелестіріп қоятын болған. Өлгенге шейін. Оны қазір де көріп жүрмін ғой, Гладиатор деген кино бар, басқа да. Қазір көреміз, бізге қызық сияқты. Ал бірақ шындығында бір-екі адамды шығарып қойып, өлгенге шейін төбелестіру деген, соғыстыру, қолына қылыш беріп қойып, бір-бірін турату деген нәрсе жауыздықтың ең шыңы болса керек деп ойлаймыз. Керек болатын болса сол құлдарды олар адам ретінде қоймағандықтан ғой. Ешкім емес, жыртқыш аңдармен төбелестіретін. Шығарады, арыстаны бар, жолы барысы бар, тағы да қандай жыртқыштар бар, соларды жібереді, ананы барып жейді, айналасында жаңағы театрларында өздерінің салып қойған қарап, күліп, содан ләззат алып отырады. Адамның өлімінен. Қазіргі біздің заманымызда да Құдай сақтасын, сол Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алып келген сүннетінен ұзақтап бара жатқандықтан ба, қазір де сондайлар болып жатыр. Мұсылмандардың өзі қатысып жүрген ережесі жекпе-жек дегенде сол сияқты мысалы. А онда мұсылман бауырларымыз бар, төбелеседі, содан кейін Аллаху акбар дейді, сәждеге барып қояды. Ана жерге қарасаң бір-бірін ұрады, аяусыздық, жауыздық бар. Бір иттер сияқты ғой. Бір тордың ішіне кіргізіп қояды да, екеуіне ақша тігеді, алдында бір-бірін арпылдастырады, бір-біріне жаман сөз айтқыздыртады. Оның астарында не болып жатыр? Пайғамбарымыздың жолы емес, оның астарында үлкен ақша айланып жатыр. Нәпсінің себебіменен ақшаға қызыққандықтан, оңай жолмен ақша келгендіктен, жаңағы нәрседен біздің мұсылман бауырларымыздан не істеп жатыр бауырлар? Ұзақтап кете алмай жатыр. А бұның соңы осы жауыздық. Егер осылай кете беретін болса, біз тәуба етіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жолына қайтпайтын болсақ, соңы Рим империясындағы жасалған өлгенге шейін төбелесу, соғыс соған алып барады. Кейін бой без правилдан, ереже жекпе-жектен қанағаттанбай қалды. Мынау не талған деген. Өлтірсін. Өлгенге шейін соғыс болсын деп айту мүмкін. Ал қоғам ертең аз тозып кететін болса, иә, өлім көрейік деп шығады. Содан жайлап несін адамдар азап береді. Тарих деген қайталанады дейді ғой. Сондықтан да осы нәрсеге де мән беріп қою керек. Әрине, өткенде айтты ғой ұстазымыз, біздің балаларымыз қыздеке болып, басқа болып, қыздар сияқты болып кеткеннен гөрі төбелесіп жүргені жақсы деп. Бірақ әрине оғанда не керек? Еркек қып тәрбиеле. Еркек қып тәрбиелеудің өзін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннетіменен қалай тәрбиелеу керек екенін көрсетіп кеткен. Балаларыңды атқа мінуге үйретіңдер, садақ атуды үйретіңдер, суға жүзуді үйретіңдер. Күрес пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзінің сүннеті. Атқа мінушіне жүрек керек. Екінің бірі атқа мініп шаба алмайды. Атқа мініп шапса, еркек бала жүректі болады. Құлдарға қарым-қатынас осындай болған, ойлаңыз. Оларға бір айлық беру деген нәрсе мүлдем ойланбаған. Олардың бәрі тегін жұмыс жасайды, қаласа ұрады, қаласа өлтіреді. Керек жоқ болатын болса, бір мал сияқты басқа біреу сатып жібереді. Ал енді зина мәселесіне келетін болсақ, Рим империясында үйлену деген нәрсе жоғалып кеткен ғой. Үйленбейді ешкім. Үйленбегеннен кейін қоғам не болады? Ертең ұрпақ, адам өзінің ұрпағымен мың жасайды дей ма? Семья деген нәрсе жоқ. Бірінші себеп зинаның жайылуы. Қызғану деген оларда өте үлкен не болған? Айып болған. Қызғанса күлетін болған. Сен неге қызғанасың деген сияқты. Мысалға сен үйленіп әйел алсаң, сенің әйеліңді қолынан бір жетектеп алып кетемін. Сен қой деп айтуға болмайды, саған айта алмайсың. Өйткені сен мәдениетті адамсың. Сен сол жерде өмір сүріп жатсың. Қоршаған ортаға сен қарсы шықпауың керек. Неге оны қызғанасың? Қызғануға қандай хақың бар деген сияқты. Менің әйелімді алып кететін болса, үйленбей-ақ басқалардың әйеліменен болып жүре берейін ба деген бір ой ма, содан кейін үйленбейді. Ал енді кейбіреулері кедей болғандықтан үйлене алмайды. Өйткені үйлену қымбат. Зина мына жақтан арзан. Зинаның жайылғаны соншалық әйелге қанағаттанбай, еркекпен еркек, әйелмен әйел, еркекпен хайуан. Сондай енді адамның ақылына келмейтін үлкен күнәлардың барлығы жасалған ғой қоғамда. Оны қазіргі түсіріп жатқан мысалы Голливудтың киноларынан да көрсеңіздер. Соны көрсетеді бер жағын. Ал бірақ оның ар жағында одан да бетер
жаман нәрсе жасалған. Үйленбегеннен кейін бала сүю деген нәрсе болмайды. Соңы ол қоғам қазір жоқ болып кеткен сияқты. Жоқ болады, тек олардың салып кеткен ғимараттарын ғана көреміз. Аллаға қарсы шығып, пайғамбарлардың жолымен жүрмеген қоғамдардың әрқашан соңы сондай жаманшылықпен бітеді екен. Ал пара алу, пара беру мәселесі деген қоғамда бір үйреншікті нәрсе болып кеткен. Парасыз ешқашан жұмыс бітпейтін болған. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз хадисінде дейді: "Ар-раши вал мурташи финнар". Пара бергенде, пара алғанда тозақта. Өйткені пара деген нәрсе өкіметті, қоғамды қатты бұзатын үлкен күнәлар болып есептеледі. Бір бауырымыз мұсылман, намазға келген, бірақ өкіметте жұмыс жасайды, пара алайын десе пара алмаңдар деген нәрсені біледі. Сондықтан да бір қулыққа кетіп, өзінің офисінде бір ручка алып қойған дейді. Баяғыда мен ұстазымнан естіп едім. Ручка алып қойған, ручка. Содан бір жұмыс бітіремін десе, ручка сатып алыңыз деп айтады. Ручка сатып алса, мысалға енді 50 теңгелік ручкалар 500 теңге сатып алады. Ручка сатып алса жұмысын бітіріп береді, ручка сатып алмаса 1 теңге қылып жұмысын бітірмей қояды екен. Енді оның өзі де ананы мәжбүрлегендіктен енді пара болып есептеледі ғой. Мен пара алып отырған жоқпын, мен сауда жасап отырмын деген сияқты. Кімді алдап отырсың? Өзіңді өзің алдап отырсың. Алла тағаланы ешкім алдай алмайды. Расында да оның алып отқан не? Пара, бірақ өзінше бір жол тауып қойғанда өзінің істеген жұмысына. Содан кейін ол Рим империясының соғысқандағы жауыздықтары. Осы біздің жыл санауымызбен 70 жылдары Палестина жеріне олар өз әскерлерімен келеді. Соғыс болады, 5 ай қоршау болады. Ақырында алған кезде, басып алғаннан кейін еврейлер кетеді: "Өз қолдарыңменен бала шағаларыңды өлтіресіңдер". Еврейлер өз қолдарымен, өз қылыштарымен бала шағаларын өлтіреді. Бала шағаларын өлтіріп тастағаннан кейін араларында жеребе тастайды. Екі адамның арасында. Кімге жеребе шықса, анасын өлтіреді. Ақырында барлығы өлгенге дейін солай басып алған жеріндегі адамдарды мазақ қылып, қалағандарын істеп, қанды суша ағызып, тірі адам қалдырмаған. Сондай, енді айта берсең көп, жауыздықтарын оқысаңыз, адамның жаны түршігеді бауырлар. Олардың сондай бір жазасы болған, өздерінің саясаттарына, өкіметке, діндеріне қарсы шыққан адамдарды қайнап тұрған майға тастау әдеттері. Май, ойлаңыз, үлкен қазанда май қайнататын болған. Ол қайнап тұр, бәленбай градус, соған адамдарды тастап, содан ләззат алатын болған. Әзіреті, қателеспесем, Омар радиаллаху анхының уақытында Абдулла деген бір сахаба сол римдықтарға тұтқынға түсіп қалады. Қасында 90 ба, 80 ба мұсылмандар бар. Рим империясының патшасы айтады: "Абдулла, сен біздің дінімізге кір. Біздің дінімізге кірсең, сені жібереміз. Ал егер дінімізге кірмесең, сені қайнап тұрған майға тастайды". Ол айтады: "Жоқ, мен өзім дінімді тастай алмаймын". Қазанның қасына алып барады да, сол тұтқындардың ішінен біреуін тастаған кезде дейді, сүйекпен ет бөлініп кеткен дейді. Тастаған. Сондай ыстық. Не көрдің ба? Сен де осындай боласың. Дініңнен қайт. Жоқ, мен қайтпаймын дейді. Олай болатын болса, мынаны да апарып қазанға тастаңдар. Жолда кетіп бара жатқанда Абдулла жылайды. Содан ойлап қалады, мына жылағаннан кейін қорқып жатыр, өкініп жатыр ма екен деп. Қайтадан алып келіңдер дейді. Неге жылап жатырсың? Сен ойлама дейді, мен өлімнен қорқып жылап жатырмын. Егер менің 1000 жаным болса да, сол 1000 жаным осы дінім үшін беретін болсам, мен өкінбес едім. Менің бір-ақ жаным бар. Бір-ақ жанды ғана берейін деп тұрмын. Мен соған жылап жатырмын дейді. Қараңыз, сахабаның айтқан. Менің бір-ақ жаным бар. Неге менің бір-ақ жаным бар? Менің 100 жаным болса ғой, Алла жолында өстіп майға қайнап өлетін деп. Мен сол үшін жылап жатырмын. Енді Халид ибн Валидтің атақты сөзі бар ғой. Парсыларға келгенде не дейді? Мен сендер өмірді қалай қатты жақсы көрсеңдер, өлімді тура сондай жақсы көретін әскерлермен келдім. Сондай адамдар болған. Ана патша таң қалады ғой, мынау не деген адам мынау. Содан айтады: "Абдулла, жарайды. Сен егер келіп қазір менің басымнан бір сүйсең, болды, мен сені және мынау достарыңның барлығын босатып жіберемін". Енді ол нәрселерді істей аламыз дейді. Абдулла келіп патшаның басын сүйеді да, өзінің достарын құтқарып кетеді. Мәдинаға келген кезде Әзірет Омар айтады: "Әр мұсылман Абдулланың басынан сүюге міндетті" дейді. Абдулланың басынан сүйіміз керек деп өзі сүйеді. Содан кейін барлық мұсылмандар басын сүйген. Сондай ұрпақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай сахабаларды тәрбиелеп кеткен ғой сол уақытта. Ал енді келесі дүниенің жартысын билеп отырған парсыларға келетін болсақ, енді парсылардың мүлдем азғындықтың шегіне жеткен бір қауым болған ғой, Құдай сақтасын. Дүниеде жоқ нәрсені істеген. Олар өздерінің жай халқы былай тұрсын, патшаларының өзі, олардың патшаларының атын не деп айтқан? Кисра деп айтқан. Кисра деп, мысалға Рим империясының патшаларын Қайсар деп айтатын болса, Парсы елінің патшаларының барлығын Кисра деп айтатын болған. А біздегі басшыларды не деп айтатын болған? Хан деп айтатын болған. Солардың Кисралары өзінің қызымен үйленген ғой. Ол әлемде ондай нәрсе болмайды. Өзінің апайымен үйленетін. Өзінің
анасыменен үйленетін болған, Құдай сақтасын. Дүниеде ондай ауыр күнә болмаған. Жақын туысқандарымен үйлену олардың дінінде, олардың бір көзқарасында жақсы нәрсе болған. Біздің таза қанымыз басқа елдің қанымен араласып кетпесін деген бір ой болған оларда. Жалпы адамдарды сол нәрсеге сендірген, біздің қанымыз Құдайы қан, киелі қан, сендердің қандарың сияқты емес деген мағына шығарған ғой өздерін. Көтеріп, былайша айтқанда Құдайымыз деген ғой. Бұл кисраларға ең жақын адамдардың өзі, жаңа оқып қарап отырсақ, 5 метрден артық жақындамайды екен ғой. Ең жақын адамдар 5 метрден артық патшаға жақындай алмайды. Одан кейінгі адамдар 10 метр. Жалпы сырттан келетін елшілер кесіраға 15 метр ұзақта тұрып сөйлеседі екен. Одан артық жақындауға рұқсат жоқ. Егер ол кісінің қабылдауына кірген кезде ауыздарына әппақ мата береді екен. Маталарын жауып алып кіреді екен. Неге? Біздің кесірамыздың, патшамыздың ауасын кірлетпесін. Есігінен кіргеннен бастап сәжде қылып еңкейіп дірілдейді екен. Содан кейін тұр деген кезде ғана тұрады екен. Сондай тәкаппарлық. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алып келген жолына қарасақ, енді пайғамбарымыз өстіп сахабаларымен отырса, сырттан келген адам араларында Мұхаммед кім деп сұрайды екен. Бұл не деген сөз ағалар? Білінбейді деген сөз, қарапайым, ешкімнен жоғары отырмаған екен. Бізге келген хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларымен отырғанда немесе бір адаммен кездескен кезде ешқашан иығы келген адаммен жоғары тұрмайды екен. Бірдей болып отырады. Кім келсе де алдына. Анаған ең жақын адамдарының өз 5 метр жақыны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен адаммен амандасқан кезде ана адам қолын тартпайынша ешқашан қолын тартпаған екен. Хадистерде бар осы. Пайғамбарымыздың қарым-қатынасы адамдар. Мысалы сіз қолын алдыңыз, ешқашан қолын тартпайды, сіз тартпағанша ұстап тұра береді. Сен тарттың ба, ол кісі де тарт. Алдына келген адам бұрылып кетпейінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқашан бұрылып кетпеген. Сенімен сөйлесіп тұрады, сен өзің бұрылып кетсең, содан кейін ғана бұрылып кететін болады. Міне қарапайымдылық. Ал енді оның қасында мына кисрамен салыстырыңыз. Не деген тәкаппарлық, Құдай сақтасын. Істеп жатқан сол күнәларының себебінен болса керек енді. Оларда мемлекетінде бұлардың ақша көп болған, бірақ 90% халқы өте кедей өмір сүрген ғой. 10% сол жаңағы кисраға жақын адамдар ғана жақсы өмір сүрген. Бұларда Қибат деген бір патша болған. Кисра аты Қибат. Сол Қибаттың уақытында Мәздак деген бір философ деп айтады, бір ағартушы деп айтады, оқымысты деп айтады. Сондай бір адам шығып, мына біздің өмір сүріп жатқан жағдайымыз дұрыс емес, қоғамда әділеттілік керек, адамдардың барлығы бірдей деген бір заң қабылдатқан ғой. Енді қарап отырсаң, адамдардың барлығы бірдей десең енді жақсы естіледі ғой. Бірақ олардың адамдардың барлығы бірдей, ешқандай адамдарда айырмашылық жоқ. Бүкіл дүниеміздің бәрі ортақ деген нәрсені шығарған. Мысалға сен әйелің болатын болса, әйелің де бізге ортақ. Сенің дүниең болса, сенің дүниең де ортақ, сенің үйің болса, үйің де ортақ. Меншік деген нәрсенің барлығы болмайды деген. Енді осы шығарған заңдарының өзі, мысалға енді жақсы заң деп шығарған заңдарының өзі байлар мен күштілерге жақсы болғанда, ал кедейлерге, әлсіздерге ешқашан жақсы болмаған. Мысалға бір әлсіз адам бір байдың үйіне барып, сенің әйелің менікі деп айта алмайды ғой. Ал бірақ бай бір күшті адам келеді да, егер бір кедейдің, әлсіз адамның әйелі әдемі болатын болса, оның бір жақсы үйі болатын болса, немесе бір дүниесі болатын болса, барады да, меншік деген нәрсе жоқ, бұның барлығы бізде ортақ деп ананың әйелін алып кете береді. Немесе үйін тартып алады. Міне осындай жамандықтар өте көп болған. Ұрлық деген нәрсе жай болып қалған ғой. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Егер менің қызым Фатима ұрлағанда мен оның қолын кесіп тастайтын едім. Міне осындай шариғат алып келген. Ешкім Кисра үшін соғысқысы келмеген. Халид ибн Валид Парс елімен соғысуға келген кезде, білесіздер ғой, 60 мың адам ба, 100 мың адам ба, 200 мың әскер келсе, соның 60 мың адамы алдыңғы сапта не істеп тұрады ма? Шынжырланып тұрады ма? Шынжырлап қояды, қашып кетпесін. Енді елін, жерін, патшасын қорғау үшін еркімен ешкім бармайды, тек сол басшыларынан қорыққаннан барады деген сөз ғой енді. Ал енді мына жақта сендер өмірді қалай жақсы көрсеңдер, біз өлімді сондай жақсы көреміз деген әскерлер келіп тұр. Олар қалай жеңді? Расында да сондай болған. Халид ибн Валидтің әскері Әзіреті Омардың уақытында парсылардың әскерлерін күл талқанын шығарып, парсыларды тізе бүктіріп, артында не істеген бауырлар? Мұсылман қылған барлық. Енді парсылар осы екі елден басқа Индия деген ел болған. Енді Индияларда Құдай сақтасын, олардың табынбайтын нәрсесі болмаған. Барлық нәрсеге табына беретін. Парсыларда да отқа табынатын болған. Зәрдүш деймін, бір адам отқа табынуымыз керек деп сондай бір дін шығарған, олар отқа табынған. Енді отты қастерлейміз деп, отты еш нәрсеге
істетпейміз, жаратпаймыз деп сондай заң шығарып қойған ғой кесірасы. Содан кейін адамдар тамақ пісіруден қалған, қылыш жасау, басқа да бір өндіріске қолдана алмай қалған. Ақырында ол діннің өзі болмайды екен деп, одан бас тартып, араларында сол дінсіздік қой енді. Экономикасына әсер еткен осы нәрселер. Ал бірақ сол Зардүшті қасиетті ұлық адам деп қазірге шейін еститіндер бар, ұлықтайтындар, Құдай сақтасын. Ал енді Индияға келетін болсақ, тіпті қазір білесіздер, бұл индиялықтың арасынан қазірдің өзінде мықты программистер, мықты жұмыс жасайтын неше түрлі ғалымдар шығып жатыр. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірінен хабар болмағандықтан, Алла тағала тура жол нәсіп етпегендіктен, сіздерге қазір естісе күлкілі болады, сол сиырға табынып жүр. Жақын тарихымыздың өзінде бұлар тышқанға шейін табынған керек болатын. Тышқанға табынып, тышқанды ешқашан өлтірмейміз деп, егіндерін жеп кетсе де тышқандарды өлтірмей, Индияда өте үлкен аштыққа да себеп болған сол дұрыс емес сенімдер. Өзендері бар, қасиетті өзендер, Ганга. Соған барып шомылады. Өлген адамдарын да сол өзенге барып лақтыруы қазірге шейін жалғасып келе жатыр ғой, Құдай сақтасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның діні барғандықтан Индияның жартысы болмаса да біразы мұсылман болып Пакистан, яғни таза ел деген мағынада бөлініп, қазір Пакистан мұсылман ел, әйтпесе екеуі бір ел. Бірақ аналар мұсылманшылық қабылдаған, ал мына жағындағы миллиардқа жуық адамдар қазірге дейін сиырға табынады. Құрбан айтта егер бір мұсылман сиыр сойып қоятын болса, артынан қаншама адам соның себебімен соғыс өледі. Анжақта бауырларымыз құрбанда сиырды құрбандыққа шала алмайды. Егер құрбандыққа шалса, бітті, ана соғыс басталады. Сендер неге біздің Құдайымызды құрбандыққа шаласыңдар деген, Құдай сақтасын енді. Қиын нәрсе ғой. Оларда да сол ирандар сияқты адамдарды дәреже-дәрежеге бөліп тастады. Каста. Ең үлкен бұлардың касталары діни адамдар, брахмандар деп айтылады. Содан кейінгі шатри, барханилер, брахмандар, содан кейін шатри деген бұлар әскерлері болған. Брахмандар басқарушылар, содан кейін діни адамдар. Ең соңғысы уиш деген касталары, уиш деген олар сауда адамдары, байлар. Енді үш топтағы адамдар, олар да жақсы өмір сүреді, қалған 90% шудар деп айтылатын топтағылар адап есебіне қоймайтын болғаны бар. Индияда енді. Мысалға, оларда сондай кәдімгідей конституцияларында жазылып қойған шудар кастасындағы бір адам брахмандарға тегін жұмыс жасайды. Егер одан ақша сұраса, оны өлтіретін болады. Өйткені ол брахмандардан ақша сұрау үлкен айып, жүрегін ауыртады. Оларды ренжітеді дейді екен де. Діни адамдармен, өкіметтегі адамдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алып келген дінінде бір адамға жұмыс жасатсаң, ол адамның тері кеппей тұрып ақысын берді. Ана жердегі заңдар қандай? Тегін жұмыс жасауың керек екен да. Құдай сақтасын ондай қоғамнан. Егер мысалға біреу бір итті өлтірсе, қойды өлтірсе, басқа да бір хайуандарды өлтірсе, және шудар кастасына біреуді өлтірсе, сонымен бірдей болған ғой. Ал бірақ брахмандарға шудардан біреуі бір нәрсені білмей тұрған кезде айтып қалатын болса, ақыл беріп қалатын болса, енді сіздерге өтірік маған үшін қайнап тұрған майды аузына құяды екен. Сен қалай бізге ақыл үйретесің? Кімсің ақыл үйретесің? Боқтап қалса, мына тілін тамырымен жұлып алады екен. Заңдарында сондай екен. Егер жоғарғы касталардағы адамдарды боқтап қалса, тілдерін тамырымен жұлып. Сол жоғарғы касталардағы адамдардың әйелдеріне бір жаман көзбен қарап қалатын болса, көздерін ойып болады. Құдай сақтасын. Міне осындай қоғам, жан-жақтың барлығы күнәға белшесінен батып, адам атадан бері келе жатқан енді Ибрахим пайғамбардың, ол кезде Иса пайғамбардың жолынан алып келген шариғатынан адамдар қатты ұзақтап кеткендіктен міндетті түрде бір пайғамбарды жіберу керек болған. Мұқтаж болған адамдар. Сол мәселені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде былай деп айтады. Инналлаха назара иля ахлил ард фамақатахум арабахум ва аджамахум илля бақая мин ахлил китаб. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келмей тұрғанда жер жүзіне назар салды. Назар салды, қатты ренжіді, жақтырмады деген мағынада ғой. Өйткені барлық адам азып тозып кетті. Ешкім Алланың жолында жоқ. Илля бақая мин ахлил китаб деген, бақая деген сөз енді бірен саран адамдар ғана қап кеткен ғой. Алланың жолында жүрген, пайғамбарлардың жолында жүрген бірен саран, бір жамағатта емес. Ана жерде бір адам, оны Алланың назары түсетін, Алланың ризашылығы үшін ғана жүрген жақсы, арлы, ұяты бар, күнәдан аулақ адамдардың өзі саусақпен санарлық болған дейді. Ахмад ибн Хамбалдың мұснадында Салман Фариси радиаллаху анхуның мұсылман
болған оқиғасы жазылады, естіген боларсыздар. Салман Фариси қалай мұсылман болған. Егер сол хадисті оқысаңыздар да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келмей тұрған кездегі адамдардың жағдайын білсе болады. Салман Фариси өзі Асфахан деген жерде өмір сүрген, сол жердің басшысының баласы болған. Бірақ Шам диярында Иса пайғамбардың діні бар. Ол жерде адамдар Аллаға табынады. Енді отқа табынып жүрген адам ғой, Зардүш дінінде. Отқа табынуды Салман радиаллаху анху қабылдай алмаған. Христиан діні жайында естігеннен кейін енді ол да самауи дін болып есептеледі, кейіннен жүгіріп кетті ғой енді. Сол дінге қатты қызығып, бүкіл дүниесін, әкесінің билігін тастап, Шам диярына кетеді ғой. Христиандармен танысып, бір попқа шәкірт болады. Бірақ өкінішке орай бірінші кездескен попы жақсы адам болмай шығады. Оның құйтырқы тірліктерін көреді, адамдардың бәрін анаған сөйтеміз, мынаған бүйтеміз деп ақшалардың бәрін жинап алып, соның бәрін өзіне алып қояды екен. Қасында жүрген шәкірті болғаннан кейін көреді. Ақырында ол адам өлгеннен кейін қатты жиіркеніп кетеді ғой. Өзінің әке шешесін, дінін тастап келген кездегі ана поптың істегенін көреді де қатты налиды. Ана кісі өлгеннен кейін адамдардың бәрі, ой, біздің әулиеміз өлді, қайдағы сен дедің әулиелерің өлді. Бұл ешқандай да әулие емес, сендердің ақшаларың бәрін жинап қалтасына басқан адам, міне тыққан ақшасын көрсетеді, ана жинаған алтын күмістерін көргеннен кейін артынан ерушілері өліп қалса да ағашқа, ол өзі әдет болған екен ғой, неге ағашқа қағып тастау, таспен атып ағашқа қағып тастайды. Бірақ сол жерде тағы да бір жақсы адамды іздестіріп Салман Фариси, енді битке өкпелеп тоныңды отқа тастама дейді ғой, бір жақсы бір адаммен танысып, ол енді анаған қарағанда жақсы болып екен, соның қасында шәкірт болып сол христиан дінін қабылдап жүреді Салман Фариси. Бірақ ол кісінің жасы өте үлкен болғандықтан қайтыс болайын деп жатқан Салман Фариси деді, енді мына бүкіл Шам диярында бір жақсы адам таба алмадым, мен шәкірті болайын десем, сіз өлсеңіз мен енді қайда барам, кімге шәкірт болам, ары қарай білімді кімнен алам деген кезде, ол Шам диярында дені дұрыс адам қалмады деп айтады. Ана хадисті оқысаңыз, ойлаңыз, бүкіл Шам диярында ана кісінің білетін дені дұрыс адам қалмады. Барлығы нәпсісіне беріліп күнәһар болып кеткен. Бірақ дейді, Мусул деген жерде мен сияқты тақуа, дұрыс Иса пайғамбардың дінінде жүрген адам бар, соған бар. Сол сені үйретеді. Салман Фарисиден қараңыз, ықылас деген қандай? Шам диярынан, енді ол Иракқа кетіп қалды. Иракқа барып сол кісінің қасында жүреді. Ол кісі де бір кәрі адам екен. Ол кісі де өлейін деп жатқан кезде Салман Фариси айтады, енді сіз де дүниеден өтесіз, кімге барайын, маған жол көрсетіңіз. Ол кісінің айтқан сөзде, мен білмеймін, қазір адамдардың бәрі азып тозып кетті, мен танитын дұрыс ақидада, дұрыс дінде жүрген адам жоқ. Бірақ мен естідім дейді, Амурия деген бір жер бар, Амурия деген қазір Түркия. Сол жерде бір адам бар дейді. Ирактан Түркияға барады адам. Сол жерге барып, расында ана кісі айтқан сияқты жақсы адам екен, қасында жүреді, сабағын алады, үйреніп жүреді, бірақ ол кісі де қайтыс болатын кезде Салман Фариси тағы да айтады, енді сіз де кетіп бара жатырсыз. Енді мен кімге тастайсыз деген адам жоқ дейді, ол болды. Ешкімге сені тастай алмаймын. Бірақ дейді, ең соңғы пайғамбардың келетін уақыты жақындап қалды, өйткені әлем деген азып тозып кетті. Сол пайғамбарға егер өмірің жететін болса, ілессең дұрыс болады. Ол кісі Мәдинадан шығады. Ол кісінің сипаты садақа алмайды, бірақ сыйлық берсең алады. Арқасында пайғамбарлық мөрі болады. Сен дүниеден өтпей пайғамбар келетін болса, сол кісінің артынан ерсең ғана құтыласың дейді. Амурияда жүрген кезде Салман Фариси тіршілігін жасап, сиырын асырап, қойын көбейтіп, шаруашылықпен айналысқан екен, пысық жігіт болған. Мәдина жаққа қарай көш кетеді дегенді естіп, саудагер адамдарға, міне мен сендерге сиырымды да алыңдар, қойымды да алыңдар, мені сол Мәдинаға жеткізіңдерші дейді. Керуенменен. Оңай емес қой ол кезде. Қазіргі сияқты самолет жоқ, автобус жоқ. Сөйтіп Салман Фариси керуенменен Мәдинаға барады, бірақ Мәдинаға жақындап қалған кезде саудагерлер ешкім жоқ екенін білгеннен кейін, басқа ұлт өкілі танымағаннан кейін алады да бүкіл дүниенің бәрін алып, қол аяғын байлап, Мәдинаның яһудилеріне құл деп сатып жібереді. Дүниесін алған өз алдына, өзін құл қылып, бәленбай ақшаға сатып жібереді. Сөйтіп, ақиқатты іздеп шыққан Салман Фариси бір яһудидің құлы болып кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеде шығып, ол кісіге пайғамбар беріліп, ол жерде 10 жыл дінін жайып, Мәдинаға көшіп келген кезде Салман Фариси пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жолығу бақытына ие болады ғой. Міне бір адам ақиқатты іздесе Салман Фарисиде іздесін. Үйінде жатып, отқа табынып жүрсе жүре беретін еді. Содан Салман Фариси пайғамбар келді, садақа алмайды екен, хадия алады екен, осындай деген естіген кезде өзінің айтуы бойынша
дірілдеп қуанғаннан ба құлап қала жаздадым дейді ана қуаныштан бәленбай жыл құл болып пайғамбарды күту. Ақырында Салман Фарис мұсылман болады. Хазіреті Абу Бәкір ол кісіні құлдықтан сатып алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қасында жүреді. Сондай дәрежеге жетеді рухани. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді Салманға таласады ғой енді. Ансарлар айтады, Салман бізден. Ол ансар болып есептеледі. Мұхажирлер жоқ, ол бізден деген сияқты арасы тартыс білгенде пайғамбарым не деген? Салман ол бізден, менің туысқаным, менің әхл байттан дейді. Салман минна, менің туысқаным деп Салман Фарисидің дәрежесін көтеріп қойған. Алла тағала разы болсын. Осы оқиғадан айтқымыз келгені, көрдіңіздер ғой, дені дұрыс, Аллаға құлшылық жасайтын жақсы адам дүние жүзінде қалмаған деген сөз ғой. Қытайыңызды алса, ол кезде Қытайда болған. Қытайда Конфуций деген ойшыл болған. Кімге табынсаң оған табын, не істесең о істе, бірақ ешкімге зияныңды тигізбе деген бір өзінің идеологиясы болған. Бірақ өкінішке орай оның діні көпке жайылмаған. Бірақ артынан ол Қытайда Будда деген бір адам шыққан. Ол өзінің дінін жайған. Бірақ ол кісі дүниеден өтіп кеткеннен кейін адамдардың барлығы соның суретін салып, артынан мүсінін салып, соған тамынып кеткен. Қазірге шейін тастан жасалған Будданың мүсініне бәленбай миллиард адам тамынып келе жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жолымен емес, шайтанның көрсеткен жолыменен қаншама адамдар ақиқатқа қол жеткізе алмайды. Жаңа біз Римді айттық, Европада сондай былыққа батып жатқан. Керек болатын болсаңыз, енді 5-ші, 6-ші, 7-ші ғасыр емес, 11-ші, 12-ші, 13-ші ғасырлардағы Европаның тарихын оқысаңыз жағаңыз ұстайсыз. Ол не деген надандық. Бізден, мұсылмандардан сол жаққа барған көптеген тарихшылар сол европалықтар жайында жазған кезде бұлар адамға ұқсамайды, хайуандар сияқты өмір сүреді деп айтқан. Хайуандар сияқты. Жуыну деген нәрсе мүлдем болмаған. Жуыну деген нәрсе. Жуынса жылда бір-ақ рет жуынатын болған ғой Европа. Қазір мысалы бізге мәдениетті үйретіп жатқан Европада 11-12 ғасырларда жуыну деген нәрсе болмаған. Жуыну деген нәрсені білмеген. Жылына бір-ақ рет, екі-ақ рет жуынады. Үстіне бір көйлекті кисе, көйлегі үстінен шіріп, жыртылып түсіп қалғанға шейін шешпейтін болған. Және соныменен мақтанатын болған. Сондай сенім болған, үстіңдегі кірің, сенің терің, сенің сасық иісің шіруге жақындап қалған киімің сенің денсаулығыңа пайдалы деп сенген. Сондай қолған болған. Жалпылама айтқан кезде. Надандық деген өте белең алған, олардың басшыларының өзінің надан екендеріне мақтанатын болған. Мен оқи алмаймын, жаза алмаймын. Соны өздеріне не деп көрген, бір мақтаныш ретінде көрген. Ал араларынан кейіннен шыққан, ол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ислам дінін 6 хижри 5-ші жылдар ғой. Ислам діні деген жайылып дүние жүзіне нұрын шаша бастаған қаншама ғалым, ғұламалар барлық сала бойынша, математика болсын, физика болсын, география болсын, астрономия болсын, барлық сала бойынша ғұламалар шығарып, білімнің негізін қарап, Европаға шейін біздің ғұламаларымыз сапар шеккен. Европаның ішінде де білімге бет бұрғысы келгендер арабтарға келіп оқитын болған. Араларынан кеп, арабтардан кеп сабақ алып, барып әңгіме айтатын болса, олардың барлығын сендер шайтансыңдар, сендер еретексіңдер деп жағып, өлтіріп басын кескен. Тіпті сол ғасырларда араларынан шыққан ғалым Галилей жер домалақ деп айтып, басы бәлеге қалып, өртеп жіберген ғалым. Олардың сенімінде жер деген жалпақ болған. Жерді домалақ деп қалай айтасыңдар? Мына өкінішке орай қазір қамизінде көтеріп тұрады, бір жағы талып кеткенде екінші жағын ауыстырады, сол кезде жер сілкінісі болады деген сияқты өздерінің бір дұрыс емес сенімі болған, қолдарымен жазып алған кітаптарында. Енді ана кісі келіп жер домалақ екен, мынандай ғылыми дәлел бар деп айтса, сен біздің дінімізге қарсы әңгіме айтып барсың деп өртеп жіберген. Олар жарайды енді, надандар, білімдері жоқ, Құраннан хабары жоқ, білімнен хабары жоқ. Қазірдің өзінде 21-ші ғасырда сіздерге өтірік маған үшін кәдімгі арамызда жүрген ақ ибраттар бар ғой. Жер домалақ па дейсіз? Жоқ дейді. Жер тегіс, жер домалақ деп айтпа дейді. Сенімен сол үшін ақидаң дұрыс емес деп төбелеседі қазір. Сен жаңағы біздің ақ ибрат уахабистерге жер домалақ деп түсіндіре алмайсың. Біздің қаншама теологтар цифрда жер домалақ деп соларға түсіндіре алмай жүр. Жоқ дейді. Өтірік оның бар. Айға ұшыпты, адамдар бүйтіп көріп десе, өтірік, айға ұшу деген нәрсе жоқ дейді. Самолет бүйтіп ұшпайды ғой, бүйтіп ұшады ғой, сендер де қызықсыңдар деп. Сен өзің айтқан кезде өзің бір түрлі болып қаласың. Құдай сақтасын. Кім айтты саған жер домалақ деп? Теп-тегіс оның бәрі өтірік. Мына кітаптардың бәрін кәпірлер жазған деп кәдімгі әңгімені жібергенде өзің бір түрлі болып қаласың. Рас тегіспеген.
Енді сен оны қалай білдің десең, жаңағы самолет бүйтіп ұшады ғой. Надандық дегенге мақтану қазір біздің ғасырымызда да бар, бауырлар. Өткенде бір жазу оқыдым. Мен дейді университетте оқыған жоқпын дейді. Бір бизнесмен өзінше айтып отыр да енді. Бірақ менің фирмамда университетте оқығандар жұмыс жасайды. Маған жұмыс жасайды. Мен оларды басқарып отырмын. Кәдімгідей мақтанып жазу жазып қойған да. Бұл не деген сөз? Білімді төмен көру деген сөз ғой. Сол университетте оқыған білімді адамдар сенің фирмаңда жұмыс жасамаса, сенің жұмысың жүрмейді ғой. Білімменен болып отыр. Бір адам ақымақ болды деп енді барлық адамның бәрі ақымақ болуға тиіс емес қой. Білім деген нәрсе ол нұр бауыр. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: "Хал ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун." Білгендер мен білмегендер тең болады ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға пайғамбарлық келген кезде ең бірінші түскен аят Иқра бисми раббикаллази халақ халақал инсана мин алақ. Оқы деген аят түскен ғой. Сондықтан да пайғамбарымыз және пайғамбарымыздың айналасында сахабалар және мұсылмандар оқыған, оқуменен айналысқан. Бірақ өкінішке орай қазіргі заманда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірінен, жолынан, Құраннан, хадистен бейхабар болғаннан кейін мұсылмандардың арасында білімнен бейхабар болып, білімнен ұзақ болып, қазіргі жағдайға түсіп қалды. Білімді қазір басқа дін өкілдері алып кетті. Солар оқып кетті. Солар тоқып кетті. Біз көштің ең соңында қалып кетті де, жағдайымыз осындай болып қалды. Тіпті бауырлар, тіпті дүнияви білім былай тұрсын, өзіміздің дінімізді оқудан да махрұм болып қалдық. Сондықтан да өзіміз оқиық. Өзіміз оқи алмасақ, еш болмаса балаларымызды оқытуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде не дейді? Білім алу мұсылман ер және әйелдерге парыз, міндет. Білім оқымау деген нәрсе біздің дінімізге өте қайшы бауыр. Өкінішке орай бұрынғы надан болып кеткен қоғамның істеген қателіктерін қазір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірінен хабарсыз болғандықтан біз де қазір қайталап жатырмыз. Енді ол айналаның барлығы қысқаша айтқанда осындай балшықта батып жатқан надандықта, осындай жамандықта белуарынан. Ал енді арабтарға келейік. Арабтар не болып отыр? Пайғамбар. Олар да басқа адамдардан ешқандай айырмашылығы болмаған. Керек болатын болса, олардан да бетер зұлымдық болған арабтардың өзінде. Ең үлкен зұлымдықтары ол қоғамда қыздардан намыстану деген нәрсе болған. Қыздарды адам орнына қоймау деген нәрсе. Қыздарды тірідей құмға көму деген әдет арабтарда. Қазір енді тірідей бір нәрсені көмсең, қоғам бізде қабылдай алмайды ғой. Мысалы, қазір сіз бір итті тірідей көміңізші, сіз жеп қояды, өйткені имандарында. Ал ол кезде өзінің қызын көмсе де дұрыс нәрсе деп қарайтын болған. Заңдарында сол рұқсат болатын. Әзіреті Омардың өзі бір нәрсе өткен жахилия дәуірінде бір нәрсе есіме түссе жылағым келеді, бір нәрсе есіме түссе күлкім келеді. Жылағым келетін нәрсем өзімнің қызымды тірідей көмдім дейді. Мен жерді қазып жатсам, менің сақалымдағы құмымды тазалап жатыр дейді қызым. Жүр, мен сені бір жерге апарам, ойнатамын деп киіндіріп алып кете дегенде, апарып құмды қазып өзінің қыздарын көміп кетеді. Оның себебін біздің ғұламалар айтады, араб қоғамында қыз деген әйелдердің хақ құқығы болмаған ғой мүлде. Әйелдер мысалға, егер әкесі өлсе, анасымен бірге ұлдың иелігіне өтіп кете береді. Зина деген нәрсе жайылып кеткен. Енді Омар сияқты намысты адамдар ертең менің қызым да өсіп, жаман жолға түсіп кетіп, менің атыма кір келтіре ма деп көміп тастауы мүмкін. Немесе оларда сенім болған қыздар деген Алла Тағаланың, Құдай сақтасын, енді айтуға да тіл бармайды. Періштелер Алланың қыздары деген. Періштелер Алланың қыздары. Енді бұл қыздарда періште, сондықтан да Аллаға барып қызмет етсін деген сенімде болуы мүмкін дейді арабтарда сол кезде. Періштелер Алланың қыздары деп сенген. Кішкентай қыздарым, бұлар да періште, біздің жаратушымызға қызмет етсін деп кішкентай кезінде қыздарын тірідей көміп тастайтын болды. Уала тақтулу ауладакум хашията имлақ. Алла Тағала Құран кәрімде айтады, сендер кедейліктің себебіменен балаларыңды өлтірмеңдер. Тағы да бір себеп, қыздардың ешқандай пайдасы жоқ. Олар анда-мында жүреді, ертең жаманат келтіреді. Оларға ақша беріп, тамақ бергенше менде еркек ұл болсын, ұл дұрыс болады, қыздар болатын болса, қыздардың бәрін өлтіріп, шығын деп көміп тастайтын болған ғой кейбіреулер. Құдай сақтасын. Сондай қолған болған. Ал екінші менің күлкім келетін нәрсем, бір сапарға шыққан кезде наннан пұт жасап аламыз дейді. Құдайларын жасайды екен мүсінін. Сапарға шығамыз, сапарымыз ұзап, кейде адасып, қорегіміз бітіп, аш қалсақ, сол табырып жүрген құдайымызды жеп қоятынбыз, соған да бір миымыз жетіп дейді, өзі құдайымызды өзіміз қалай жейміз, енді мынаған қалай табынамыз. Пұтқа табынушылық сондай болған, өткен сабақта айттым ғой, Қағбада
360 пұт тұрған ғой. Әр ру өзінің пұтын Қағбаның ішіне әкеп кіргізіп қояды. Ең үлкен пұттың аты не деп аталған арабтарда? Лат болған. Пұтқа табынған. Араб елінде де Ибрахим пайғамбарымыздың жолында жүрген адамдар өте аз болған. Біреуі Зайд ибн Амир, ол кісінің ұлы, кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабасы болады. Содан кейін Уарақа ибн Науфал деген кісі. Пұтқа табынбай, Ибрахим пайғамбардың дінінде жүріп, Аллаға ортақ қоспай, арақ ішпей, зина жасамай, тура жолда, жақсы жолда жүрген сол болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жабраилді көріп, ол кісіге Құран үйреткен кезде басында қатты қорыққан. Не істерін білмеген, мынау не нәрсе, маған жындар тиісіп жүр ма? Жындар көзіме көрініп жүр ма деген күмән болған. Сол кезде Меккеде Уарақа ибн Науфал деген адам болған. Хадижа анамыз сол кісіге ертіп барған кезде, ол кісі де картиіп қалған кісі екен. Өмірім жетпейді саған қызмет етуге. Сен ақыр заман пайғамбары болады екенсің. Ертең сені қауымың осы Мәккадан қуалайды. Сонда пайғамбарымыз қалай мені қуалайды? Мүмкін емес қой. Мен олардың бір туғанымын. Мені не деп қуалайды? Артынан көресің деген. Сол Уарақаның айтқаны болып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пұтқа табынбаңдар, Алла тағалаға ортақ қоспаңдар, мына жасап жүргендерінің барлығы дұрыс емес деп айтқан үшін өзінің туыстары Мекке халқы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтіреміз деп артынан қашып Мәдинаға кетіп қалған, хижрат етеді. Арақ деген нәрсе арабтар сияқты ешкім арақ ішпеген ғой. Мүмкін қазіргі мынау біздің ақ құлақтардан да көп арақ ішкен десек өтірік емес шығар. Араб тілін үйрену үшін кезіндегі мұсылман емес арабтардың өлеңдерін оқытады. Арабтардың ақындары өлеңдер жазса, арнайы жыл сайын ақындардың өлеңдерін жазып алып келіп, содан жарыс болады. Мықты шығарған өлеңдерді Қағбаның дуарына іліп қоятын әдеттері болған. Ақындар көп болған ғой арабтарда. Сол саба муаллақат дейді. Саба муаллақат деген Қағбаға ілінуге лайық болған ақындардың өлеңдері. Енді сол ескі өлеңдерді оқып көрсеңіз, арақты мақтамаған ақын жоқ қой. Барлық арақ жайында өлең жазған. Махаббаттары ақындарда сондай бір енді адамдар ішінде не нәрсеге махаббат болса, сол жайында олар өлең жазады. Тіпті соның ішіндегі бір ақын ертең мен өлсем, мені жүзімнің түбіне көміңдер. Өлген кезде де сол жүзімнің тамырынан арағымды ішіп жатайын деген бір мағыналар да бар. Ақындар не нәрсеге махаббат қойса, сол тақырып жайында өлең жазады. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға махаббат қоятын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да өлең жазады. Өкінішке орай мен осы біздің Қазақстанымызда қаншама енді ақындар жүр ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жайында өлең жазды дегенді осы күнге шейін естіген жоқ. Бұл не деген сөз? Пайғамбарымызды танымау деген сөз. Пайғамбарымызды танымау деген сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббат жоқ. Сол ақындарымыздың жүрегіне пайғамбарымызға деген махаббатты кіргізе алмай жүрміз деген сөз ғой. Егер олардың жүрегіне махаббат кіргенде, олар міндетті түрде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жайында өлеңдер айтады. Сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жайында өте көп өлеңдер жазған, махаббаттан шығады. Тіпті бір өлеңге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты риза болып, өзінің шапанын шешіп беріп, арқасына жапқан. Сахибул бурда деп айтылады оны. Шапанға ие болған өлең деген. Ислам тарихында бар. Ашып көріп оқысаңыздар болады. Арабтар қанша аз болса, қазақтар сияқты халық қой арабтарда. Ұру-ұрумен өмір сүреді. Оларда да мақал болған, бізде айтады ғой, өзбектер жайында айтады. Өзбектер түске дейін қазақтарды алдайды, түстен кейін бір-бірін алдайды деген сияқты. Арабтар басқа бір елмен соғысамыз, егер басқа бір елмен соғыспасақ, бір-бірімізбен соғысамыз деген мақалдары болған. Бір-бірімен соғыса беретін қырық. Атақты соғысы бар, Басус деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбарлығынан бұрын соғыс болды. Бір адам, Бани Бәкір деген рудың адамы басқа бір рудың түйесін өлтіріп қояды ғой. Анау менің түйемді өлтірдің дейді, ананы өлтіріп қояды. Сен неге менің туысқанымды өлтірдің дейді, анау өлтіреді. Сол соғыс қан давасымен басталған, бір түйемен басталған соғыс 40 жыл жалғасқан, 40 жыл. Сол 40 жылдың ішінде екі ру мүлдем жоқ. Бұның барлығы сол надандық, шайтани жол, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жолынан хабар болмағандық. Міне осындай азып, тозып кеткен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Алла тағала бізге жіберіп, зұлымдықтан бізді не істеді бауырлар? Құтқарды. Құран кәрімде Алла тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Қад жаакум миналлахи нуру ва китабун мубин. Міне сендерге ашық нұр, қараңғылықта сендерге жарық болып келген, сендерге тура жолды көрсететін нұрлы кітап
келді. Яхди бихиллаху ман иттаба ридванаху субулас салами ва юхриджухум миназ зулумати иля нур биизнихи ва яхдихим иля сирати мустақим. Сендерді тура жолға салатын, сендерді қараңғылықтан жарыққа шығаратын, Алланың өзінің қалауыменен сендерге көмектесетін нұрды жіберді, Құранды жіберді. Кімнің себебіменен? Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Енді Құран-ы Кәрім деген сөз ол Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Құран-ы Кәрімнің өзі жай келген жоқ. 23 жыл зарпында түсірілген болатын болса, 23 жыл зарпында пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Алла тағаланың біздерден не қалайтындығын ауызбенен айтып, және іс-әрекетпенен көрсетіп кетті. Ауызбенен айтқаны Құран-ы Кәрім, хадистер, ал іс-әрекетпен көрсеткенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір баяны. Сондықтан да бауырлар, бұл дінді түсіну үшін қазіргі қоғамда да қарасаңыздар жайлап сол бұрынғы азғын қауымның істеген қателіктерін, істеген күнәларын біздер де жасап жатырмыз. Біздердің арамызда да сондай нәрселер көбейіп жайылып жатыр. Не себеппенен? Сол Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірінен хабарымыз болмағандықтан. Сондықтан да қазіргі осы 21 ғасырда да Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянын оқып түсіну біздер үшін өте маңызды. Сондықтан да осы екінші сабағымызды кіріспе ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жіберілместен тұрын адамзат қандай жағдайда еді, соны бір қысқаша баяндап кеткенді жөн көрдік. Алла тағала нәсіп етсе, өмір берсе, келесі сабағымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дінді қалай жая бастады, пайғамбарымыз қалай келді, сол тақырыптарға кіретін боламыз. Алла тағала естіген білгендерімізбен амал етуді нәсіп етсін бауырлар. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.